Сан қатпарлы тарих пен дәуірлердің өлшемімен алып қарағанда, адамның өмірі қамшысының сабындай ғана. Бірақ адамдық асыл қасиет сол қасқағым сәтті баянды етіп өмір сүруде болса керек. Ал баянды ғұмыр әсте соңынан өлмес сөз, өшпес із қалдырумен өлшенбек. Дәулетжан Сатыбеков 56 жасында Алланың аманатын өзіне тапсырып, тіршіліктегі ғұмыр сапарын аяқтады. Сонда да болсын, оның жарқын, асыл бейнесі ұл-қыздарының, ағайын туыс, дос жаранның жадында мәңгілікке сақталып қалды. Атпал азаматтың тіршілігінің куәсіндей болып, өнеге толы өмір жолы жатыр. Дәулетжан Сәрсенұлының бұралаңға толы сол жолының алғашқы қадамы 1956 жылдың 12 ақпанында Қордай ауданындағы Бетқайнар ауылынан басталды. Бетқайнардың беткесор азаматы Сәрсен Ақсақалдың шаңырағында үймелі-сүймелі балалардың 4-шісі болып дүние есігін ашты. Тағдырдың ісіне амалғанша ерте жастан анасынан айырылды. Сонда да болса, әкесі Сәрсен Ақсақал, әпкесі Жанат, ағалары Болат пен Аманжол анасын жоқтатпауға барын салды. Туған туысқандар, арамызда Дәулетжан десе атына сай Дәулет бауырымыз арамыздан кетіп қалды. Енді ол кісі жоқ болса да, енді Күлшат жеңгеміз бар, ұрпақтары бар, Медер бауырымыз, келіндеріміз, кішкентай немерелер бәрі өсіп жатыр. Ол кісінің көрмеген қызығын осы бала шағасын көрсін. Алақанына салып аялады, қамқорлыққа толы құшағын жайды. Өзі де ізінен ерген қарындасы Қалкенге, інілері Мұқажан, Жексихан, Ақан, Рашидтерге мейірімін төкті. Бетқайнардағы орта мектепті аяқтаған өрімдей жас жігіттің алдында өзге замандастарындай сан тарам жол тұрды. Кеуде толы арманның ішінен қалауы құрылысшы мамандығына түсті. Ертелігіш алып құрылыс алаңында жүріп, сән салтанаты жарасқан ғимараттар, талай үй салған құрыш қолды құрылысшыларға бекер-ақ қызықпаған екен. Бішкектегі политехникалық институтты ауыл шаруашылығындағы құрылысшы мамандығы бойынша тәмамдап, шыққан соң Қордай ауданындағы құрылыс саласындағы қыруар іске араласып кетті. Киров, Жаңа Тұрмыс, Қордай ауылдарында прораб, бас инженер болып жұмыс істеді. Қаладан ауылға дейін жалғасқан ауқымды құрылыс алаңында Дәулетжан Сәрсенұлы сынды іскер маманның көзге түспей қалуы мүмкін емес еді. Жас маман Қазпром техмонтаж мекемесіне прораб қызметіне шақыртылды. Одан бас прорабтықтан өтіп, техникалық байқаушы қызметіне дейін өсті. Салада азды-көпті тәжірибе тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиын сәттерде қажетіне жарады. Өз алдына отау тіккен тәуелсіз елдің іргетасын қалауға қолтаңбасын қалдырды. 1990 жылдың басында құрылыс кооперативінің төрағасы болып сайланды. Осылайша ел аумағындағы үлкен құрылыс нысандарында еңбек етті. Әсіресе жер сілкінісінен зардап шеккен Зайсан ауданының тұрғындары бұзылған үйлерін қайта қалпына келтіріп, енді бірін іргетасынан бастап қайтадан соққан Дәулетжан Сатыбеков сынды маманға дән риза. Мұнан кейін Алматыдағы президент резиденциясын салуға үлкен үлес қосты. Республиканың түкпір-түкпірінде бүгінде ел игілігіне қызмет көрсетіп жатқан әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлерде Дәулетжан Сәрсенұлының қолтаңбасы бар. Алып құрылыс алаңында жүрген азамат өзінің кішкентай ғана мемлекетінің іргетасын қалауды да бір сәт естен шығарған емес. 1977 жылы Күлшат есімді аруды қалыңдық етіп, отбасылы болды. Сүйген жары да өзі секілді көп балалы отбасынан шыққан еді. Осы ұқсастық олардың мақсат мұрат жолында қол ұстасып жүруіне де шешуші рөл атқарды. Бүгін біз жолдасым Дәулеттің 10 жыл өткеніне еске алуға шақырып, Медер баласы Құран бағыштап жатыр. Құдай Алла осы дұғамызды қабыл етіп, Дәулетжанның жаны жәннатта болғанына тілейміз. Біз Дәулет екеуміз 19 жасымнан күйеуге шығып, 35 жыл бақытты ғұмыр шектік десем болады. 10 жыл болды өмірден озып кетті. Не ол Алланың қалауымен ғой, 56 жасында қайтыс болды. Аллама мыңда шүкір, балам бар, қызым бар, келінім бар, күйеуім бар, құда жекжаттарым бар. Сағымсақта орын толмайды, орның бөлек. Әрқашан қызым мен ұлыңның тілеуін қатты тілеуші едің.
екеуі бақытты деп ойлаймын. Мен де солардың жақсылығын көріп, немерелерім ортасында Алла Құдай денсаулық беріп, өстіп жүреміз. Қоғамдағы аса жауапты міндетті мойнына алған отағасының жағдайын жасап жүріп, Гүлшат апай да асхана меңгерушісі, университет коменданты сынды қызметтерді атқарды. Бір ұл, бір қызы дүниеге әкеліп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға соқтырмай өсірді. Ұлы Медияр Дәулетжанұлы қазір жеке бизнесте әкенің салған ақ жолымен жүрген. Өзі де 5 баланың әкесі атанып, кезінде әкесінен алған тәлім тәрбиені ұл қыздарының санасына сіңіріп жүр. Адам дүниеден өткеннен кейін оның атынан Құран бағыштау біздің парызымыз. Алла тағаланың ризашылығы үшін жасай отырмыз. Біріншіден, екіншіден, мына адамның жақсылығын айт, өмірден өткен жақсылығын айтайық деп, ол бізге балаларына, кішкентай туған туысқандарына, жастарға тәрбие болсын деп, ол негізі мешітке барып, ертеден ерте сондай намазхан болатын соңғы өмірдің жанында. Үнемі жұмыста, үнемі сол еңбекқорлығымен, өзінің адал еңбегімен қызмет жасады көп жылдар бойы. Біз де содан тәрбие алдық. Жақсы қасиеттері бізге де, біздің балаларға да жұқса екен деп, соны тілеймін Алла тағаладан. Қызы Жазира да тұрмыста, шетелдік мұнай компаниясында қызмет етеді. Тіршіліктегі ізгі амалдар көп болған жан жайында көп естелік айтылады. Қызметте, достықта, отбасында адалдықты ту еткен мұндай жандардың көп болуы керек ақ. Әкемді еске алсам, әкемнің өте жақсы адам екенін білемін. Ылғи да мені қызым өте қатты еркелететін, барлық айтқанымды істейтін. Кішкентай бала сияқты біздің көңілімізге қарап ылғи айтқанымызды істеп тұратын. Доча деп ылғи еркелететін. Даже кішкентай кезімізде мектепке барған кезде менің дочам жаяу жүрмеу керек деп мектептен алып келетін. Ол құрсын, даже кейін жұмыс істеген кезде де үлкен болып, қой папа мен өзім бара алам ғой деген өзінде де даже жұмысқа апарып алып келетін, ылғи күтіп тұратын. Мен Сатыбеков Ақан Дәулеттің інісі боламын. Ол кісімен бірге өсіп, арамыз 4 жас болған, бірге жүрдік. Ағам өзі техникаға жақын еді. Бір кездері әкеміздің машинасын ұрлап, Волганы гараждан ұрлап кетіп, айдап кетеміз. Кейде әкеміз трамлерін шығарып тастайтын. Оған Дәулет ағам өзі басқа трамлерді жинап, салып, сөйтіп соны ұрлап кетіп айдайтынбыз. Негізі техникаға жақын еді ол кісі. Дәулет ағам жақсы, керемет жан еді. Маған айтатын, мені папа деп айт деп, үлкен папа деп айт. Әрқашанда мені қызындай көретін, сондай ашық, керемет жан еді. Атам өте жақсы кісі еді. Келін болып түскелі бері өз қызынан кем көрмей, еркелетіп, жақсы көріп, сондай жақсы кісі болатын. Немерелерін де жақсы көретін, қатты балажан еді. Мен атамды өте қатты жақсы көретін. Ол өте жақсы кісі болатын бұл өмірде. Және бізге көп көмектесті. Мен атамның бірінші немересі болам, сондықтан ол көп жерге апарды, Қордайға барды, машина айдауға үйретті. Мен ол кезде 3-ші сыныпта оқитынмын, сол кезде көп көмектесті маған. Өте кішіпейіл, өте жақсы адам болатын. Мен атамның 4-ші немересімін. Мен атамды көрген жоқпын, бірақ мен туған күннен 2 ай бұрын ол қайтыс болған. Мен ата жақсы адам деп ойлаймын. Мен оны тек 3 жыл ғана көрсем де, оның өте жақсы адам болғанына сенімдімін. Оның жатқан жері жайлы және жаны жанатта болсын. Өкініштісі, олардың кейбірінің ғұмыры жұлдыздың ағып өткендей ғана шағына жетпей жатады. Ал көңілге медеу болатын ондай адамдардың тағылымы мен тәрбиеге толы ұрпағына, ортасына, сыйласқан жандардың баршасына өнеге болып қала береді. Сонысымен
Дәулетжан Сәрсенұлы сынды азаматтың есімі оны жақсы білетін жандардың жүрек түкпірінен орын алады.